Өскінбай Қалманбетұлы Маңғыстаудың жеті қайғыларының бірі. Бірде Борсымұрын Қарабас мекеніндегі Балқасым бидің ауылына келіпті. Сол кезде Балқасым би: "Ей, Өскінбай, сенің жыршы екеніңді білейін. Мынау қара түйе манатадан бастап теңізді жағалай Маңғыстаудың жер суын түгел жырлап өтші" дейді. "Айтқаныңыз болсын, бәске не тігесіз" дейді Өскінбай. Сонда: "Не сұрасаң соны беремін" дейді. Балқасым бидің қалың малмен матап жас қызды тоқалдыққа алғанын, ол қыздың арманда қалған сүйген жігіті бар екенін білетін ақын: "Сол жас тоқал қызды бересіз бе" дейді. Сол кезде билер қасындағы шу ете түсіпті. Сонда би: "Болса болсын, жырлай алса жырлап берсін" дейді. Мынау сонда Өскінбайдың домбырасын бұрауын келтіріп жырды бастап атқан кезі. Қара түйе маната керді менен зындынaya, бөрі бас пенен бағданы біз айталық жаната. Онан да бұлай сұрасаң, оғланды да ербекет, әр уақыты ередай қысылғанда болды сеп. Қарамая кендірлі қан сутамды көгесем, Қарасай менен Қызылсай жаман жол менен қыңырақ. Алыстығын байқасаң тауда жатқан бұлдырап, сақ сұрқа менен сүмбесу жерін байқап қарасаң, сексеуілді қалыңны өркеште өркеш өрі бар. Қаяса мен шағала қыстың да күні болғанда, ал соныңда құмын панала. Онан да әрі қарасаң, бүйірі басы күрпі тау дүлдүлде ата әулие. Аңызда қылған керемет тастанда соққан бар түйе, іргесінде тақ соның құр қызыл менен бар сүйе. Ай, одан да бұлай сұрасаң, қарасыңрек бозат бар. Теңізін байқап қарасам, әрбірде түрлі талап бар. Ай, оның бұлай қасында аулым құйшақ дәне бар. Қақпақтысы қасында қара суды қақ жарған, темірде баба және бар. Одан да бұлай қасында көз ойық менен күрт кетік, кендірлі деген жерінде жамандау салған қала бар. Ай, оның да бұлай қасында тас ұшы тоқпа қызық бар. Мұны отырған ділмәрдің қай сөзінде бұзық бар. Одан бұлай қасында жыланды менен құрық бар. Шын сөйлесе шайырдың айды, арқада жылы құрыстар ай. Ай, оның да арғы қасында үрпекте сарша исан бар. Қызылқұм деген жерінде қауын салған диған бар. Оның да бұлай қасында қосойық менен еше бар. Қарақұм менен Қызылжар, Өмірзақ менен Ағеспе, Қошқарата қолты құйрық бар. Қаражалшы Ақшұқыр қажыда болып, Машырық медресе мешіт салдырып, бал оқытып жақсы тұр. Оның да бұлай қасында түлкілі құйжақ саура бар. Сығынды тауын жағалап, Аралды үрбек барсақ сауда бар. Оның да арғы қасында ақ кетек менен қала бар. Ей, тауы менен өрлесең, қара су менен Саназар, ақ суда қолмыш және бар. Ақ кетектің қасында жаңа қала майек бар. Патша құрық салғасын айды, қай пенде де дәйек бар ай. Оның да бұлай қасында қара құдық қараған әтіре талшық мерет бар. Айта берсек таусылмас, жыршыңызда дерек бар. Жаз жайлауға күн ұссы, қарағашты бұрлы үдек бар. Алы теріс жаға жерінде жайлай қалсаң күзек бар. Оның да бұлай қасында тұщы құйық шат пенен көгала тас бауыр бар. Бұл шат деген жерінде көшпей тұғын белгілі, ай көрпе дейтін ауыл бар. Оның да бұлай қасында Қазбайырдың гектар талай-талайда жұрттың жауласып, көп қырылған жер екен, ата аталған себебіні сол кісіге артадай. Анауда тұрған Дәніспанның ғой атасы Уәзір деген хан екен. Түркістанда оқыған 38 бал екен. Әмір мағрып бұйрықпен жайықта содан болсын деп, таушықпенен ұланақ бір түнде ұшып Дәніспан
соғанда келіп сұлаған жыңғылды менен қарқын бар балдағы алтын ақ бұлат суырсаң жауға жарқылдар оның да былай қасында тұш жібекпенен бес бұлақ жайылып жатқан тауында таушы баққан ешкілақ оның да былай қасында ақ қауын менен керіз бар аңызда қылған айтуды қалада салған жерің бар оның да былай қасында ағашты шонжы оңды бар шоң деген судың басында құрман әлі хазірет мешітте салған қоңды бар онан әрі жүрсеңіз өнеже мен шилі бар бұрынғы өткен қарттарда ой нендей дана милы бар қатты ойық елі өгіз көреулі ой түрікменнің жерекен қаратын биғаш мінгізген батыр туған сол күнде ата талған күре құлы оның да былай қасында тау тұмсығы бердәлі жаңғыз еспе манада сөге көрме сөзімді манаға айтқан жерің ең айды жаңа ғой келдім жанатай деп сол кезде Өскінбай сәл жырын кідірте берген кезде Балқасым би Өскінбай уәдесіне шыға алмады деген сөзін айтып атқанын естіп қалып Өскінбай қайтадан жырын жалғастырып кетіпті екен дейді. Қараған менен босағай қарашық менен сай құдық бесоқты менен тоңаша малыда жатыр оңаша жаққанда отын қарасақ сексеуіл менен томаша одан да былай қасында ақша құйын машырып айтпайын да жазырып мырзайыр менен бас құдық жылқыға жаман болған соң айтпай кеттім қасқылық бекіде менен сәубеттің төрткілі жатыр қасқиып қанды бас менен жантақты құлы менен боржақты үш қия саура ортада айтпай кетер деп едің сауытты менен құйжақты балша сіңгір соң бары айел келгенде паналап майбұлақ менен қара сіңірек мал жаюға кеңірек оның да былай қасында жиделі менен ақ бұлық қыстың да күні болғанда ащы судан іше алмай мұз қояр елі шапқылап оның да былай қасында үзекте мінер суың бар мінерде судың басында қалыңда қамыс суың бар оның да былай сыртында өзенде шынжыр белгілей борсымырын қарабас шөбінде байқап қарасам бұйырған жусан араласы қызыл адыр аста ойы ол ит деген арамас күн жаумай елі бара алмас оған да жалғас көлбеген қауынды менен қорғандай уақта малға жай жоқ екі үш қара күн өтіп аз ғана күн тұрғандай